Ассаляму-алейкум, менің YouTube каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздерге осындай қантсыз дайындалатын, яғни кекс пісіретін боламын. Каналыма міндетті түрде тіркеліп қоюды ұмытпаңыздар. Менің басқа да жаңа видеоларымды жіберіп алмайтын боласыздар. Қажетті заттарымыз: жұмыртқа, сары май, сгущенка, қамыр қопсытқыш, ұн қажет болады. Ең алдымен жұмыртқамызды ыдысымызға барлығын жарып алатын боламыз. Одан кейін сгущенкамызды құйып, миксермен жақсылап араластыратын боламыз. Одан кейін сары майымызды салып, миксермен тағы да жақсылап араластыратын боламыз. Одан кейін қамыр қопсытқыш, тұзымызды, ұнымызды салып, басында осылай шашырап кетпеу үшін ақырын араластырып аламыз. Одан кейін миксерімізді қосып, барлығын жақсылап бірдей масса болғанша араластыруымыз қажет болады. Келесі бізге осындай ұзын төртбұрышты формамыз қажет болады. Оған осылай поклан қағазын салып, жаңағы дайын тұрған массамызды барлығын толықтай құятын боламыз. Егер сіздердің поклан қағаздарыңыз жоқ болса, ішін кәдімгі сары маймен майлап құя берулеріңізге болады. Духовкамызға 180 градуста 40-45 минут көлемінде қызарғанша пісіреміз. Міне біздің кексіміз дайын болды. Енді толықтай суығанын күтетін боламыз. Бетіне әсемдік үшін мен қант ұнтағын септім. Міне біздің өте тез әрі қолжетімді заттардан, яғни қантсыз дайындалған кексіміз дайын болды. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Сіздерге, отбасыларыңызға ұнайды деген ойдамын. Менің каналыма тіркеліп, лайк басып, пікір қалдырып, қоңыраушаны басып қойыңыздар. Менің жаңа видеоларымды жіберіп алмайтын боласыздар. Және де менің басқа да видеоларымды менің YouTube каналыма кіріп көрулеріңізге болады. Ол жерде басқа да толық видео рецепттер, түрлі тәтті тағамдар, ыстық тағамдар, яғни барлық сізге қажетті тағамдарды кіріп көрулеріңізге болады. Өздеріңіздің достарыңызбен, құрбыларыңызбен бөлісуді ұмытпаңыздар. Барлықтарыңызға ас болсын.